Анды қара қыз, екінші бөлім. Бұл кезде қуғыншы қазақ пен Анды батырдың жекпе-жегіне көз салып, белдің арғы жағында бұғып тұрған қырғыздардың арасында бір оқыс қимыл басталып еді. Алғашында Анды екпіндете шауып кеткенде, жалғыз шыққан қуғыншының халі мүшкіл болатынына күмән келтірген бірде-бір адам болмайтын. Жалғыз ғана сырын ішіне бүгіп, үн-түнсіз тұрған баяғы қарт еді. Сондықтан шапқыншының көпшілігі Анды кеткен жазықтыққа көз де салмай, жылқы қайырумен әлек болып жүрген. Анды батыр қуғыншыға бірден бас салмай, онымен тілге келіп, айналшықтап қалғанын көргенде, ептеп күңкіл шыға бастады. Мұны бастаған және жастар. Ана қуғыншының несі бар осы? Қасына барған адамды жылан арбаған торғайдай томпаңдатып қоятын. Бара салып қағып түспей ме басын? Әлгінде Андыны жіберіп бекер еттік. Басқа біреуіміз баруымыз керек еді. Анды батыр қазақтардың ауылына көз салып, көп барғыш боп кетіп еді. Мына тұрған болашақ қайын жұртының бірі болып жүрмесін. Қарт қырғыз бұл сөздердің алғашқысына көңіл бөлмегенсіп тұра беріп еді. Тек мына соңғы сөздер үнсіз қалуына мұрша бермеді. Сондықтан, тоқтатыңдар күңкіл сөзді. Қарсыластың қауқарын көзге ілмеймін деген жігіттердің көбі қапа болған. Қуғыншы жалғыз екен деп, қалың елге тіл тигізбеңдер деп жекіре сөйледі. Қарттың сөзінен кейін жым бола қалған жастар тобы Анды батыр атынан аунап түскенде жел соққан қамыстай гулеп кетті. Сабырлы боп тұрған қарттың өзі де атын бір тебініп қалды. Бірақ тізгінін тез тежей қойды. Дегенмен желіге бастаған жастар және жапа-тармағай үн қатты. Ой, анау қайтедей, Андыны жын соқты ма, мұнысы қалай? Жалғыз қазаққа батырымызды қорлатып қоямыз ба осылай? Жүріңдер қане, барып басын шауып алайық. Жастар үн қатып қана қойған жоқ, алға қарай қозғала бастады. Қарт қырғыз қолын сермеп, жолдарын кес-кестеп еді, денесі қызбалау бір жігіт, ой, соның алдауы мен арбауына көніп тұрған біз де ақымақпыз. Қалың қолға қарсы келіп, жекпе-жек сұрап тұрғанына көніп тұрған не масқара. Ең болмаса, ат төбеліндей болса да артына ілескен тобы болса бір сәрі еді. Тартыңдар алға деп, оқшау шығып, атына қамшы басып қалып еді, қарт қырғыз арқан бойы ұзатпай қуып жетіп, жон арқасына қамшымен тартып жіберді де кері бұрып әкелді. Енді бірде-бірің үн шығармай, шайқастың аяғын күтесіңдер, деді ол зілді үнмен. Жастар және басылды. Дәл осы кезде опыр-топыр оқиға Айтудың ауылында да болып жатыр еді. Жылқыны қырғыздардың айдап кеткенін естіген ел тайлы тұяғымен атқа қонған болатын. Бірақ бұларды бастайтын ешкім жоқ. Басшы болып қол бастауға жарайдау деген жігіттер түгелімен Айтуға ілесіп кеткен. Қалғандары атқа қонуға жараса да, қол бастауға жарамайды. Тәуекел дегеннің өзінде екпіні қатты топқа төтеп бере алмай, масқара боп, құрқол қайта оралуы мүмкін. Бұл жөнінде ауылдың ақсақалдары шешімдерін былқ-сылқ еткізбей ашық айтып отыр. Егер қуғыншы боп барсаңдар, жылқыны қайта айдап келетін болыңдар. Ал қайта айдап келе алмасаңдар, ол жылқыны екінші рет жоқтамаңдар. Онда сол айдап кеткен қырғыздардың сіңіргені. 5-6 үйір жылқы үшін 2 рет шауып, қырғыздармен жауласуға болмайды. Күштеріңнің жетпейтінін сезсеңдер, аттан сап босқа әлек болмаңдар. Айту оралған соң бір лажын тауып есесін қайтарар. Айқай салып атқа қонған елді тежеп тұрған қарттардың осы сөзі еді. Ел әрі-сәрі. Ауылдың арасында атқа мініп, ары-бері шапқылап жүрген топты дәл осы кезде Қазығұрт жақтағы белдің үстіне келіп қалған Айту көріп тұр еді. Ол қасындағы серіктеріне белгі беріп, атының басын тежеп тұра қалды. Мына атқа қонған қалың елдің қарасы көңіліне қобалжу салды. Солардың қимылын жіті бақылап, бірақ үнсіз тұрды. Тек себебі не? Қуаныш па, қайғы ма? Әне, олар да байқаған сияқты Айтудың тобын. Бірақ айқай сап, ойбай бауырым деп келе жатқан ешкім жоқ. Демек, ел өлім жітімнен аман. Ауылдың маңында ат ойнатып, топалаң салып жатқан жауда көрінбейді. Сондықтан ылдиға қарай шабудың да қажеті жоқ. Не болса да ақырын күту керек.
Осы ойға бекіген Айту өздеріне қарай тура шапқан 2-3 аттыны күтіп, сол орнынан хабаршылар тауды өрмелеп, бұларға жеткенше ет қайнатым мезгіл өтті. Осыны сезген, оның үстіне Айтудың бір жасаған шешімінен қайтпайтын мінезін, не де болса хабарды осында күтетінін жақсы білетін серіктерінің бірі, осы жерде атқа ат шалдырса қайтеді деді. Болсын деді Айту. Бәрі аттан түсіп, ұзақ жолдың әсерінен жер тарпып тұрған сәйгүліктерінің ауыздығын алды. Анды батыр қылышын қолын алды. Қуғыншы сескеніп тұрған жоқ. Қимылы ширақ, түрі өжет. Анды қарсыласына енді анықтап көз салды. Дене пішімі келісті. Батыр үшін ептеп нәзік көрінгенмен шымыр сияқты. Қуғыншының андыдан жасырып тұрғаны жалғыз ғана бет жүзі. Дулығаның маңдайынан төмен қарай төгіліп тұрған көлемі қос алақандай торсауыт қуғыншының жанарын жасырып тұр. Әлгіден бері қуғыншы қанша оқыс әрекет жасаса да, осы тор бетін көлегейлеп, жанарын жасырып қала берді. Алғашында осы бір жағдай көзге епетейсіз көрінгенмен, жекпе-жек деп басталған ерегестің еркіне шын беріліп кеткен Анды мұны тез-ақ ұмытып кетті. Қуғыншының қылышы сарт етіп соғылғанда, Андының қылыш ұстаған оң қолы иығынан үзіліп кетердей боп солқ етті. Ол мына жалғыз шапқан қазақтың осал емес екенін енді шынымен сезді. Қайратын бойына жинап, аруақтарына сыйынды. Бірақ осы кезге дейін өз күшіне кәміл сенгендіктен, батыр дейтін атағының буына масаттанып, қарсыласын көзге ілмей жүрген Андының бірден қаһарына қайта міне қоюы қиын еді. Сондықтан ол ептеп әбіржіп қалған. Мына қуғыншының екпіні еш жиғызбай барады. Осыған ызасы келген Анды қылышын келесі бір сілтегенде бар салмағын қолындағы қаруына сала ұмтылды. Оның осы бір оқыс қимылы өзін және сүріндірді. Қуғыншы бұл жолы қылышын қарсы тосудың орнына бұғып қалды да бір шетке тайқып кетті. Салмағын оң жағына сала ұмтылған Анды екпінін тоқтата алмай етпетінен түсті. Қолындағы қылыш зу етіп ауаны тіліп өтті де жерге барып қадалды. Ол қадалып қана қойған жоқ, сабы шорт сынды. Анды жерден басын көтеріп, алақ-жұлақ жан-жағына қарап еді, абырой болғанда ешкім жоқ екен. Осы кезде барып ол жекпе-жекте шайқасып жүргеніне шүкіршілік етті. Әйтпесе өзінің соңына ерген қалың қол қасында болса қайтер еді. Масқара-ау, масқара. Ол қуғыншы батырдың оқыс мінездеріне әбден көндігіп алса керек, дегенде сол жетіп келіп, қару жұмсап, мерт етер деген ой көкейіне келмепті. Енді қараса, ол шынында да және оқыс мінез көрсетіп тұр. Анадай жерде қылышының ұшын жерге тіреп, күлімсіреп қарап тұр. Анды оның жүзін көрмесе де, күлімсіреп тұрғанын анық сезді. Көзімен көрген жоқ, жүрегімен сезді. Қуғыншының мына тұрысы соны меңзейді. Анды орнынан көтерілді. Көтерілгенде жүзі түтігіп, ызаға булыға, алқынып әрең көтерілді. Дәл қазір ол мына қуғыншының алқымына қол салып, кеудесін қақ айырып, жүрегін қос қолының шеңгелімен жұлып алуға дайын тұр еді. Қолында қаруы бар жоғын мүлде ұмытты. Мұның осы түрін байқаған қуғыншы қолындағы қылышын лақтырып жіберді. Белдесе кетуге дайын боп тұра қалды. Анды батыр, аптықпа, кеудеге қолыңды кейін-ақ жұмсарсың, қазірше белдесейік деді. Бірақ Анды бұл сөзге құлақ салатын тұстан өтіп кеткен еді. Ол тұра сап қуғыншының алқымына жабыспақ болды. Қуғыншы болса еңкейе берді де, Андыны қақ белінен қапсыра құшақтап жерден көтеріп алды. Өкшесі жерден тайған Андының қолы жел қармағандай боп селтең-селтең етті де қалды. Қуғыншы оны оң мен солға бір-екі рет ырғап жіберді. Осы сәтте Андының ербеңдеп жүрген оң қолы беліндегі кездіктің сабына тиді. Ол кездікті суырып алды. Айналасында ешкім жоқ екені ойына орала кетті. Бұлардың шайқасын жақын жерден жіті көз тігіп қарап тұрған ешкім көрінбейді. Сенікі жөнсіз дейтін куәгер де жоқ. Ол бұдан арғысын ойлап жатпады. Кездікті қуғыншының шықшытына қойып қалды. Бар күшімен ұрды. Қуғыншының қолы сылқ етіп Андыны босатып жіберді.
Андының аяғы жерге тигенде қуғыншы батыр тәлтіректеп барып шалқасынан құлады. Жай құлаған жоқ, анды деп айқайлай құлады. Анды қуғыншының құлағанына көзі жеткен соң одан арғысына көңіл бөліп жатпады. Айналып төңірекке көз салды. Қырғыздар бұғып тұрған белге қарады. Айнала төңірек күңгірт тарта бастапты. Күн таудан асып кеткенде қойнау осылай күңгірт тартатын. Сонда барып ол өзінің мына қуғыншымен шайқасып жүргеніне талай мезгіл болғанын аңғарды. Анды, анды! Мына үн таныс секілді көрініп кетті. Жалт қарады. Жалт қарады да мелшиіп тұрып қалды. Шалқалай құлағанда қуғыншы батырдың дулығасы басынан ұшып кеткен екен. Енді жүзі ашық жатыр. Қою қара шашы мойнына оралыпты. Ерні күбірлеп әлі де бірдемелерді айтуда. Бірақ ендігі сөзі құлаққа шалынбайды. Үні өшіп барады. Осы кезде барып анды сәскеден бері шабысып жүргені қара қыз екенін таныды. Қасына жетіп барып тізерлеп отыра қалып басын көтерді. Шықшытқа қадалған кездікті суырып алғанда қара қыз андыға қарап күлімсірегендей болды. Бұл оның соңғы қимылы еді. Келесі сәтте жан тапсырды. Анды қыздың басын тізесіне қойып, өз басын қос қолымен шеңгелдеп отырып қалды. Көзінен жас еріксіз төгілді. Өзі есеңгіреп отыр. Бүкіл әлемді қою қараңғылық басып қалған секілді, еш нәрсе байқалмайды. Оның көз алдына сәскеден бергі оқиға елестеп тұра қалды. Бірінен соң бірі тізбектеліп өтіп жатыр. Қара қыз ауылынан аттанарда жалғыз шыққанына қорланып, ызаға булығып, бір сәтті-ақ достықтың арқанын үзіп, қасқа айналған жандарға қанша өшігіп келсе де, қарсы алдынан шыққан қартқа қару жұмсамады. Онан соң өз күшіне сеніп, дандайсып келген андыға әбестігіңді кешірдік, елге барып қонақ бол деді емес пе? Абайсызда қолынан қаруын түсіріп алғанда да басымдық көрсеткен жоқ. Қайта өз қаруын тастап, қайта бітімнің жолын ұсынды. Батырлардың дәстүрін бұзған жоқ, ардан аттамады. Әлгі соңғы белдесердегі кезіше. Кеудеге қол жұмсау қашпас, қазірше белдесейік демеді ме? Осының бәрін анды неге түсінбеді, неге сезбеді жүрегі? Анды өз тізесінде жатқан қара қыздың басын көтеріп, астына алақанын төседі. Аз уақыт үнсіз отырды. Сонан соң қыздың денесін жайлап жерге жатқызды. Орнынан тәлтіректеп әрең тұрып, жан жағына көз салды. Сұлық жатқан қара қыздың жүзіне тесіле қарап біраз тұрды. Көкірегі қарс айырыла ауыр күрсінді. Сонан соң өзінің серіктері бұғып тұрған белге қарап, «Ағайын, мен бір сәтке әлсіздік жасадым. Сертті бұздым. Екі елге бірдей атам заманнан бері мирас болып келе жатқан ата салтын аяққа таптап, адалдықтан, ардан аттадым. Жеңілгенімді мойындап, батырларша басымды ұсынудың орнына, қанқұйлы қарақшыларша қылмысқа бардым ағайын. Сол әбестігімді өзім мойындап, айыбымды елдің арқасына артқанша, жазамды өзім тартайын. Сендерді байлап бергенше, арсыздығымды өзіммен бірге ала кетейін. Қош болыңдар. Мен қара қыздың қасына кеттім деді де, кездікті құлаштап тұрып, жүрек тұсына қойып қалды. Кездіктің ұшы сүңгіп барып, жүрек қабын жарып кеткенде, денесі дір етті. Ол аяғынан әл кеткенше және бірер қимыл жасап қалуға тырысты. Тәлтіректеп қара қыздың қасына келді де, қатарына гүрс етіп құлады. Оң қолын қыздың басының астына төсеуге әрекет етіп жанталасты. Саусақтарымен жер тырмалады. Жан алқымға келгенде қанша қиналса да, сол орнынан қозғалмауға тырысты. Қызбен қатар жатты. Анды батыр мен қуғыншы шайқасының соңғы сәтін жіті бақылап тұрған қарт қырғыз, қазақ батырының шалқалай құлағанын көргенде, әлгінде ғана жастарға басу айтып тұрғанын ұмытып, атына қамшыны басып қалды да жазықтыққа қарай құйғыта жөнелді. Қасында үйіріліп тұрған топ қарттың мына оқыс мінезіне түсінбей әрі-сәрі болды. Бірақ олар да қарап тұрып қалған жоқ. Қарттың соңынан ілесе шапты. Олжа еттік деген жылқыны қайырып, өздерімен өздері болып жүрген топ ат дүбірін естіп елеңдеп қалып еді.
Нақ осы кезде ешкім ұрмай-соқпай өзі шалқалай құлаған андының қимылын байқаған соң, бұлар да солай қарай ат тізгінін бос қоя берді. Олжаланған жылқы айдалада иесіз қалды. Әлгінде анды айналасына көз салғанда, Қарақыздың аулы жақтағы бір төбенің үстіне ат ойнақтатып шыға келген Айту батырды байқаған жоқ еді. Ал Айту батыр жазықтықтағы шайқасты бірден байқады. Олардың жекпе-жек алысып жүргенін де сезді. Айнала төңіректе ешкім жоқ. Сондықтан ылдиға қарай тура шаппай, соңынан ерген серіктерінің жетуін күтіп, төбенің үстінде атының тізгінін тартып тұра қалған. Жазықтықтағы шайқас алысып жүрген екі азаматтың да мерт болуымен біткенін көргенде, көзінен ыстық жас ытқып кетті. Ол осы кезде қабатына кеп сап түзеген серіктеріне бас болып, ылдиға қарай шаба жөнелді. Қарт қырғыз сулап жатқан екі арыстың қасына жеткенде, атынан қарғып түсіп, жансыз жатқан қос дененің бас жағына отыра қалып жер тырмалады. Ардағым, андым, асылым Қарақыз деп еңіреді қарт. Қапылыста екеуіңнен қалай ғана айырылып қалдым, қалай? Бір сұмдықтың боларын сонау бастақ біліп едім-ау. Сезіп еді сұм жүрек. Едіреңдеген жастарға еріп нем бар еді десейші, қу маңдай. Басу Айтудың орнына тасығаным не мен сорлының. Енді қалай қараймын ағайынның бетіне. Екі елдің де алдында алапес болдым емес пе? Маңына адам жуымайтын алапес мен болдым ғой. Енді қайттым, ойбай-ау, енді қайттым. Қырғыздар тобы мына алдарында сулап жатқан анды мен Қарақызды көргенде, құлаққа ұрған танадай есеңгіреп тұрып қалды. Үн қатқан ешкім жоқ, жым-жырт. Бір орында шыдай алмай тыпыршып тұрған аттары ғана. Қарт қырғыз еңіреп әлі отыр. Бір кезде топтың ішінен біреу, ойбай, Айту келіп қалды деп айқай салды да, атының басын бұрып кейін қарай шаба жөнелді. Екінші біреу керісінше, қамданыңдар шайқасқа деп бұйыра сөйлеп, қылышын қынабынан суырып алға ұмтылды. Қарт қырғыз орнынан қарғып тұрды. Айту соңына ерген топтан суырылып алға шығып, сойылын ырғап, екпіндете келеді екен. Оның мына екпіні жай жапсарды сұрастырып, тілге келетін адамның нұсқасына ұқсамайды. Бар жағдайды бірден сезіп, тіке шайқасуға келе жатқан батырдың қимылы. Әй шайға келгенше талай жанды жер қаптыруы мүмкін. Қарт қатты қысылды. Өз серіктеріне қараса, бәрі де белдерін бекем буып, шайқасқа дайындала қалыпты. Қарап тұрып жан беру оңай ма? Өжеттенсе, бұлардың да талай дүниені бүлдіретіні анық. Қақтығыс емес, қан төгіс басталмақшы. Осыны сезген қарт серіктеріне қарап айқай салды. Қырғыздар, қылыштарыңды қынаптан шығармаңдар, сойыл сілтемеңдер. Едіреңдеген бір-екі жастың сөзіне ереміз деп, бүкіл қырғыз арқа сүйеген ардағымыздан айырылдық. Енді мұның үстіне ақ шашты талай ана ұлынан айырылып, ақ сүтін жерге шашсын демесеңдер, қазақтарға қарсы қол көтермеңдер. Бітім сұраймыз, бітім. Мына жатқан жазықсыз екі жанның арын былғамаңдар. Осы төгілген қан жетеді. Кейін кетіңдер, кейін. Жоламаңдар бұл жерге. Мына топан судай күркіреп келе жатқан долы күшке тосқауыл болатын бір-ақ амал бар. Ол не болса да қарсы әрекет жасамай, мойынсұнып, қол қусырып қарап тұру. Осы ғана тосқауыл бола алады. Әйтпесе, ыза мен қайғы араласқан қара күш бәріңді түгел жаншып кетеді. Осыны еске сақтаңдар. Қарттың сөзін естіген жастар кейін серпілді. Суырылған қылыштар қынабына қайта сүңгіді. Қарт әлгі сөздерді төніп келіп қалған Айту естісін деп бар даусымен айқайлап айтқан. Өзі анды мен Қарақыздың денесін қорғаштап, топқа қарсы тұрды. Қанша қаһарға мінсе де, қазақтардың өлікті аттап өтпейтінін біледі. Сондықтан Айту төніп келгенде жейдесінің жағасын қарс айырып, көкірегін жалаңаштап және айқай салды. Ақылға кел, Айту батыр, аптықпа. Қырғыз саған қарсы қол көтермейді. Шын өшіксең, айыпкерің менмін. Міне көкірек, міне жүрек, сұға бер қанжарыңды. Екпіндетіп келген Айту атының басын бұрып жіберді. Қатты айналып өтті де, қарсы келген қырғызды сойылмен соғып, атынан аударып түсірді.
Ол қарттың сөзін анық естіді, бірақ өзін өзі билей алмады. Ә дегенше және 4-5 қырғызды ат сауырына түсірді. Қарт Айтуға бұрылып және айқай салды. Ақылға кел, Айту батыр, ақылға. Қаншасын қағып түсірсең де, қырғыз саған қарсы қол көтермейді. Бесеуімізді соғарсың, онымызды соғарсың. Тек бүкіл қырғызды жайратып тастауың мүмкін емес. Ұсынған басты қылыш кеспейді деген мақал қазақ пен қырғызға ортақ емес пе? Соны тартам алдыңа көлденең, Айту батыр. Тіптен оған да көнбесең, қазақ салтын тарттым алдыңа. Сауға, батыр, сауға. Айту батыр ет қызуымен 10 шақты қырғызды жер жастандырды. Олардың өлі тірісімен ісі болған жоқ. Тек қана атынан аударып түсіре берді. Бірақ солардың бірде-бірі бұған қарсылық көрсеткен жоқ. Қол қусырып тұрған топқа сойыл соғып, бір-бірден ат сауырына түсіре беру мәрттіктің ісі емес екенін, әсіресе бір елдің батыры атанған азаматтың бойына лайық емес екенін Айту жақсы біледі. Бұл абырой әпермейді, қайта намысқа тиіп, абыройына нұқсан келтіреді. Оның үстіне ана безек қағып тұрған қарттың сөзі де сүйектен өтіп барады. Алғашқы ашуы тарап, осының бәрі санасына кіре бастаған Айту, қарсылық көрсетпей, бейқам тұрған мына жұртты шөптей жапыра берудің жөнсіз екенін сезіп, атының басын тежеді. Осы кезде Айтудың соңына ерген топ Анды мен Қарақыздың денесінің қасына арқан бойы жақын келіп қалған еді. Айту белгі беріп, топты сол орнында тоқтатты. Өзі атынан түсіп, әлі де көкірегін ашып, қарсы қарап тұрған қарттың қасына келді. Ол аяғының астында сақадай саймыз деген азаматтарының алдында шыдамдылық көрсетуге тырысты. Қарт қырғыздың қасына келіп, айқара ашылған жағасын жапты. Сонан соң қартты құшақтай ап, ішінен өксіп біраз тұрды. Әлден соң барып қарындасының жанына тізерлеп отыра қалып, өлі денесін құшақтап аймалады. Бірақ Айтудың көзінен жас шықпады. Ол өзін өзі тежей білді. Жастың орнына көмейінен аһ ұрған үн шығады. Ақылыңнан айналдым, ардақтым, деді ол әлден соң Қарақыздың бетіне тесіле қарап отырып. Қанша қайратты болсаң да, топқа қарсы жалғыз шауып, жеңіске жетпейтініңді білдің ғой. Бірақ Айту жоқ болған соң, елінде бас көтерер адам табылмады деген қауесет тарап, елдің абыройы түспесін деп аттандың ау ауылдан. Қайтейін, түбіңе намыс жетті. Туыңды қадап кетсейші деген сөзді естігенде мен де намыс көрушем. Сені де соған баулып ем. Қош бол енді, ардақтым. Айту бір сәт Андының бетіне көз тігіп отырды. Сонан соң тағының тырнағынан аман алып қалған асылыңды тапатал түсте өз қолыңнан мерт қылғаның не, Анды, деді. Осыдан соң ол орнынан кілт көтерілді. Оңы мен солында тұрған екі топқа алма кезек көз тастап алды да атына қарай жүрді. Аяғын үзеңгіге сала бергенде кейін бұрылып, қатар жатқан екі денеге және бір көз тастады. Сонан соң атына қарғып мініп, қамшыны басып қалды. Сауырына қамшы тиген сәйгүлік бірден суырылып шыға келді. Айту тізгінді бос тастады. Бағыт таңдауды аттың еркіне берді. Ат шауып келеді. Айтудың көзінен жас парлап келеді. Қопарыла құлаған таудың тасындай боп, екпіндете ұмтылған екі топ әлгіндегі Айтудың әрекетіне жете түсіне алмай қалт тұрып қалған. Үн түнсіз тұрған. Бар қимылдары ауыздықпен алысып, бір орында тұра алмай тыпыршыған аттарының тізгінін тартып, кейін тежеуге бағышталған болатын. Енді Айту айдалаға қарай шауып кеткен соң естерін жиғандай болды. Қимылсыз тұрған топқа жан кіре бастады. Сыбыр-сыбыр сөз басталды. Дегенмен олар Айтудың мына қылығына жіп таға алмай мең-зең боп тұр. Қарттың сөзінен аса алмай амалсыз қолы байланып тұрған қырғыздар бұл даудың аяғы шабысса да, табысса да оңай біте қоймайтынына көздері жетіп, неге болса да дайын тұрған болатын. Ал қазақтардың мінез көрсетуге мұршасы келмей қалды. Айту қырғыздарға бұрын жетіп жеке тиісті. Қару жұмсамады, тек сойылмен соқты. Ал соңына ерген топ бар қаруын безеп жетіп келгенде өзі тежеп тастады. Қазақтар Айтудың айтқанынан асып кете алмады, бөгеліп қалды.
Бірақ көкіректі кернеген ызаны сыртқа шығара алмай түйіліп тұрған болатын. Енді айтудың мына үн-түнсіз кетіп, олардың да аяғына таңылған тұсауды кескендей болды. Ерікті өздеріне бергендей көрінді. Сондықтан өршелене сөйлеген дауыс қазақтардың да арасынан естіле бастады. Нақ осы кезде қатты әбіржіп, не істерін білмей сасқан жалғыз кісі қарт қырғыз болатын. Ол төніп келген тасқынның алғашқы екпінін қайтарып еді. Ал қазір не істерін білмей қобалжып тұр. Қырғыздарды бөгер-ау, ал қазақтарға тосқауыл болатын айту мұны жалғыз тастап, көпшіліктің дауынан қашып кетті. Қашып кеткені сол емес пе? Серіктеріне үн қатып, басу айтпай үн-түнсіз кетіп қалды. Қарт қырғыз оның көкірегін тырналаған қайғыны әрине сезеді. Бірақ қыспақта жалғыз өзі қалған соң айтуды аяп тұрған жоқ. Қашып кеттіге санады. Оның жаудан қашпаса да даудан қашып кеткеніне өкінді. Өйткені әлгінде әрең басылған дауылдың қазір қайта көтерілетініне көзі жетеді. Оны қайта басу оңай емес. Қарсы тұрса, белі үзілмесе де қабырғасы қайысатыны сөзсіз. Сондықтан ол айту батыр қайта оралар деген үмітпен екі жағына да үн қатпай, қатар жатқан екі дененің қасына отыра кетті. Қырғыздар тобы әлгінде айтудың сойылының дәмін татып, ат сауырына түскен жігіттерінің басын көтеріп, жарасын таңып, біраз айналшықтап қалды. Ал қазақтар тобы даудың басын бастады. Босағадан аттамаған балауса еді. Аруымыздың құнын аламыз, деді біреуі. Қара қыздың денесін қырғыздың қанымен жуамыз, деді екінші біреуі. Сонан соң андының денесін көкпар қылып шабамыз, деді үшінші біреуі. Алғашында үнсіз тұрған қырғыздар мына соңғы сөзді естігенде дүр сілкінді. Оларға көкпар болып шабылатын жалғыз ғана андының денесі емес, бұлардың бәрі де қазақтардың тақымының астында көкпар болып бара жатқандай сезілді. Қол бастаған батырларының денесі қорланса, қалғанының тірі жүргенінен не пайда? Онда қазақтардың қолында өледі. Өлгенде есесін қайтарып алысып өледі. Жайдан жай жан беріспейді. Жан беру оңай емес. Ал арды бұлғау одан да өткен азап. Жоқ, қорлатпайды батырларын. Қырғыздардың күбір-күбірден басталып, ақыры айғай-шуға айналған дау-дамай кеңесінің аяғымен жасаған қорытындылары осыған сайды. Сондықтан біреуі үн-түнсіз отырған қартқа қарап, қазақтарға жауап беруге рұқсат ет. Енді біздің қолымызды байлама, деді. Жолымызды да байлама, деп қосарлана кетті екінші бір қырғыз. Сонда не демекшісің, деді қарт, енді бұлардың өз айтқанына үн-түнсіз көніп. Қол қусырып қарап тұра бермейтініне көзі жетіп. Дегенмен сөзге айналдыра тұруды мақұл көріп тұр. Оны қазақтардың өзіне айтамыз. Айтсаң айт, деді. Қазақтардың ішінен біреу қылышын қынабынан суырып, атын ойнақтатып. Тезірек айтып қал. Әйтпесе қазір басыңды қағып түсірген соң тілің шайналып, үнің шықпай қалады. Ей қазақ, абайлап сөйле, деді әлгі қырғыз. Қырғыздың қаны сендердің ажалынан бұрын өлген қыздарыңның денесін жуа беретін анау ағып жатқан өгемнің суы емес. Тақымға салуға бере беретін батырың көп болса, көкпарды біз де шаба білеміз. Кел қане, қайсыңнан бастайық? Мұны айтып тұрған желөкпе жастардың бірі еді. Қарт қырғыз орнынан қарғып тұрды. Қазақтардың бұдан ары шыдамайтынын жақсы біледі. Тізгінді өз қолына алатын жер нақ осы тұс. Бұдан кейінгі әрекеті бос байбалам. Ей, едіреңдеген сорлы, деді әлгінде үн қатқан қырғызға қарап. Көпшіліктің билігін мойнына алғанды кім үйретті саған? Ал өз шешімің осы болса, басыңды жалмайын деген екенсің. Онда шық жекпе-жекке. Қазақтардың ішінен де саған лайық біреу табылар. Ол осыны айтты да кілт бұрылып, әлгінде қылышын қынабынан суырып алға шыққан, ал дәл осы сәтте қырғыздың тобына тұра ұмтылған қазақтың шылбырына жармасты. Сабыр етші ағайын, әуелі мына жатқан қос арысты соңғы сапарына аттандырып алайықшы. Қазірше жүрегіңнің әміріне көне тұршы, білегіңнің қаруын содан кейін көрсетерсің, деді ол. Қазақ атының басын тежеп тұрып қалды. Дәл осы кезде топ ішінен айту келеді, айту деген дауыс шықты. Екі жақ бірдей елең етіп тау жаққа бұрылды.
Шынында айту келе жатыр еді. Бірақ ол әлгінде жеке шауып кеткенмен, бұл жолы екеу боп оралып келеді екен. Қасындағы серігі сақалы салаланған қарт кісі. Бұлардан қос арқан бойы кейінде соңдарына ілесіп 4-5 қазақ келеді. Олардың қайдан пайда болып, айтуға қалай ілескенін ешкім болжай алмады. Осы тосыннан пайда болған топ жақын келгенде, қазақтардың көбі айтудың қасындағы қартты бірден таныды. Қырғыздар болса қартты да қасындағы серіктерін де танымағандықтан көп мән берген жоқ. Олардың ішінен жүзі жадырап сала берген жалғыз кісі қарт қырғыз болатын. Ол бүкіл қазақ даласы атын қастерлеп, абырой тұтатын осы бір ақсақалды бұрыннан танитын. Дәл қазір осы абыройлы қартпен абыройсыз істің үстінде кездесіп, бетпе-бет келгеніне жерге кірердей боп ұялып тұр. Бірақ жаңа ғана қайта от алған даудың аяғы бүкіл даланы қаптаған өртке айналмай тез бітетініне қуанып та тұр. Мына келген қарт шоқтың қайта қозып, өрттің қайта көтерілуіне жол бермейді. Ол даусыз. Айтуға ілесіп келген қарт Төле би еді. Ақылыңнан айналайын, аруым, деді Төле би атынан түсіп, қара қыздың сұлық жатқан денесін құшып. Екі елдің арасына арашаға түсемін деп өміріңді қидың ба? Көршілес қонған екі ауылдың ішінен сенен басқа арашашы табылмады ма? Жете алмай қалдым, кешіктім. Маған жұмсаған хабаршыңды көлігінен түсірмей-ақ атқа қонып ем. Қанша суыт жүрсек те жол шалғайлық жасады. Әттең, әттең. Мен жасайтын төрелікті өзің-ақ жасаған екенсің. Тек сол үшін өміріңді қиыпсың. Қайтейін, топырағың торқа болсын. Төле биге ілесіп келгендер аттарынан түсіп, анды мен қара қыздың денесінің қасына келіп, тізерлеп отырып, өз ниеттерін білдіріп бата жасады. Төле би орнынан қайта көтерілді. Ол айналасына қарап біраз тұрды. Қазақтардың жүзінен алдарындағы қырғыздарға қарай тап берейін деп тұрған сұсты байқады. Келсең кел деп тұрған қырғыздардың да ниетін сезді. Әсіресе қазақтар елеңдеп тұр, өзін арқа тұтатын сияқты. Оның үстіне жазықсыздан жазықсыз жан тапсырған қарындасының қасында қаны қарайып, әрең шыдап айту тұр. Қазақтарға бұл да желеу. Айту сойылын көтерсе, қалғандары қылышын бірақ суырмақшы. Сондықтан Төле би алғашқы сөзін қазақтарға арнады. Елдеріңде бетке ұстар бірін қалмай той-тойлап кете қалған екенсіңдер. Дос деген сөздің беделін белден басып, қас болып келген қырғыздарға қарсы тұрар бір еркек табылмады ма іштеріңнен? Қара қыз осы осалдықтарыңды сезсе керек. Ел шетіне тиген жауға қарсы жалғыз аттаныпты. Көпшілікпен жалғыз алысып, абыройға жете алмайтынын да сезсе керек. Алдымен маған хабаршы жұмсаған екен. Екі елдің арасына от түсті. Сол от өртке айналмай тұрғанда Төле би бабам тез жетсін депті. Аттан деген сөзді ести сала айбалталарыңды алып тұра ұмтылғанша, ақырын ойламадыңдар ма? Ата бабасының бойына бітпеген қасиетті қазақтан ұрлап, барымташыл бола қалған немелердің ендігі түрі мынау. Бетке ұстар жалғыз батырларын қанжардың қырымен бауыздатып бұлар тұр. Осы тұрған бір топ қырғызды шауып ақ тастарсыңдар. Сонан соң не болмақ? Бауырлас екі елдің іргесі бұзылып, босағасы қирамақ па? Онсыз да қираған босаға аз беді. Жоқ, бұл бола қоймас. Көріп тұрмын түрлеріңді. Түртіп қалса тарс жарылайын деп тұрсыңдар. Сабыр ағайын, сабыр. Төле би осыны айтып бір тоқталды. Ол сөзін қазақтарға арнағанмен қырғыздарды да шет қалдырмады. Жау деген сөз олардың да жүрегіне садақтың оғындай қадалды. Сондықтан күбір-күбір әңгіме су сепкендей басылған. Төле бидің де күткені осы тұс еді. Ол енді өз шешімін бірақ айтып тастағысы келді. Басқа даудың басын кейін қайырып алармыз, ал қазіргі шешім мынау болсын. Мына жатқан қос арысты Қазығұрттың маңына бірге жерлейік. Қос арыс деп қата айтып тұрғаным жоқ, әдейі айтып тұрмын. Екеуі де ел намысын қорғаған батыр еді. Батыр аңғал келеді деген сөз арғы ата бабамыздан бері бар. Арандатқан адам бар шығар, бірақ оған айыпты батыр емес. Қысқасы, шешім осы ағайын.
Төле бидің мына сөздері көпшіліктің күтпеген жағынан шықты. Қылышын қынабынан суырып, найза оқтап тұрған топтар бұл ерегестің бір шайқассыз бітуіне әсте сенбейтін. Олар неге болса да дайын еді. Тек анды мен Қарақызды бірге жерлейік. Жерлегенде де өз ауылдарына емес, айдалаға апарып, Қазығұрттың маңына жерлейік деген шешім болар деген ой қиялдарына да келмеген. Бұл шешім әсіресе қырғыздарды есеңгіретіп тастады. Андыны қара қыз болмақ түгілі, және қандай қыз болса да қызбен бірге жерлегені қалай? Оның үстіне батырларын айдалаға көміп тастап, елдеріне не деп барады? Жоқ, бұл болмас. Қырғыздар бұған көне алмайды. Және толқу басталды. Әдеттегідей әуелі мұрнының астынан міңгірлеп басталатын сөз бірте-бірте айқайға айналды. Жоқ, бұған көнбейміз, деді қырғыздар. Батырымызды айдалаға тастап кетер жайымыз жоқ. Төле би айналасындағы биік шоқыларға көз салып біраз тұрды. Қырғыздардың арасында басталған толқу қазақтарға да жайылып келеді. Төле бидің көзі Қосмолаға түсті. Ұзыннан ұзақ созылған заңғар таудың ортасында қос шоқы тұр. Олар біріне бірі иық тірестіріп, бір-біріне сүйеу болып тұрған секілді. Ұясына қонуға жылдам құлдилап бара жатқан күннің сәулесі таудың жалына жарқырата нұрын шашып тұр. Әсіресе ерекше сәнді көрініп тұрған әлгі қос шоқы. Бұл Қосмола шоқысы. Төле би әлден соң қамшысын жоғары көтеріп, тоқтаңдар, шибөрідей шуламай, деді айғайсап. Ана Қосмола шоқысына көз салыңдаршы. Сол қасиетті шоқының сырын білмейтін есуастар да бар ма еді араларыңда? Онда және бір рет еске алыңдар. Ата-бабаның аруағын еске алу артық болмас, көздерің ашылар. Ертеңгіліктен бері соқ-соқтың әлегімен жүрген көпшілік айналасына жөндеп көз салмаған. Оның үстіне көз салғанда қайтсын. Күнде болмаса да аптасына да, ары кетсе айында бір көріп жүрген үйреншікті таулары. Соның етегінде атам заманнан бері сарқырап ағып жатқан Өгем өзені. Бірақ Төле бидің саңқ еткен даусы қазақтар мен қырғыздарды қатар қалт еткізді. Бәрі де бас бұрып, ұзыннан ұзақ созылып жатқан тау қыраттарына көз салды. Сарқырап ағып жатқан өзен суының үніне құлақ тосты. Төле бидің де мақсат еткен межесі осы болатын. Қосмолаға көз тіккен көпшілікке қарап тұрып және үн қатты. Бұл жолы оның даусы қатал болғанмен мұңды шықты. Төле би ұзақ сөйледі. Ел шетіне жау тиді деген хабарды естігенде, бүкіл аймақтағы білегінің қаруы бар деген жігіттер атқа түгел қонған. Олар төбесі көрінбесе де, дақпырты жер жарып келе жатқан жауды елдің жайлауына жеткізбей, жолын қырықпақ болды. Айқайлап ұран салғанда атқа қонбайтын қазақ жоғы белгілі. Келе жатқан жаудың кім екенінде, қанша екенінде жұмысы болып жатқан ешкім жоқ. Әйтеуір жабыла атқа қонып жатыр. Атқа қонған жігіттердің аяғына оралғы боп, етектерінен тартып жатқанда ешкім жоқ. Қайта ауылда қалып бара жатқан қарт ана мен көздері жәудіреген келіншектер аттанғандарға ақ тілеу тілеп, қаруларын асындырып жүр. Осылай тып-тыныш жатқан қалың ел әп-сәтте азан-қазан болды да кетті. Еміс-еміс жеткен хабарға қарағанда, құмырсқадай қаптап келе жатқан жау алдымен қырғыз елін шауыпты. Қатар жатқан қазақ ауылдарының ер азаматтары қоңсыларына қол ұшын беру мақсатымен атқа қонған. Бірақ саны басым жаудың қолын бөгеуге олардың қауқары келмеді. Енді міне, жау қолы ел ішіне тереңдеп келеді. Алдында кездескен ауылдарды түгел жайпай бермек. Бұл аймақтағы қазақтың қалың қолының көтерілгені сол себептен. Ежелден қаңлылардың ата мекені атанған Өгем, Шыршық, Келес өзендерінің бойы мен Қаржан, Шымған тау қыраттарының жапсарларына қоныстанған ел жаудың жолын бөгеп, қатты қайсарлық көрсетуде. Дегенмен қару ұстаған қазақтардың саны күннен күнге сиреп барады. Қазақтарға білек түйістіре шайқасып жүрген қырғыздардың да қатары селдіреп қалған. Ана бастақ екі елдің ақсақалдары мен атқа қонған азаматтары ауылдағы бала-шаға мен қатын-қалаш жау аты тұяғының астында қалмасын деп, қалың елді тау бөктерінен ылдиға қарай көшірген.
Кейін қарай жылысқан қырғыз ауылдары болса, Өгем өзенінің сағасын бойлап барып, Шымғанның етек жағына келіп орналасты. Жаумен алысып жатқандардың негізгі үміті, арқа сүйер тірегі, сырдың бойын жайлаған қалың қазақ жұрты болатын. Бірақ жері қандай кең болса, көшіп қонуы да сонша мол қазақ ауылдары бұл кезде тау бауыры мен өзен бойындағы шүйгін жерлерді қуалап, бүкіл далаға ыдырай көшіп жүрген еді. Сондықтан көмек дер кезінде келіп жете алмады. Алғашында ауыл-ауыл болып жинақы көшкен ел енді жаудың тықсыруымен тоз-тоз болуға айналды. Қаржан тауының асу берер маңындағы бір жазықтықта қазақ пен қырғыздың ат төбеліндей боп азайып қалған қолы әлі де жауға қарсылық көрсетіп жатқан. Олар жауды жеңеміз деген үміттің бұл күндері сағымға айналғанын жақсы сезді. Бірақ көшкен ел етекке жетіп, одан ары сыр бойын жылғалап, біраз ұзап кеткенше осы асуды бермеуді мақсат тұтты. Өздері опат болса да елдің аман қалуын, бала шағасының кең даладан барып баспана табуын ойлады. Сондықтан жарақатына қарамай, қашан көкіректен жаны шыққанша қаруын жұмсап, жаумен алыса берді. Бірақ бұл батырлар да қанша қайсар болғанмен, ет пен сүйектен жаралған адамдар емес пе? Күннен күнге сан азайып, өлі денелері төбе-төбе боп үйіліп, асуды бөгеп қала берді. Осылай және бір таң бозарып атқанда, асуда 2 адам қалған еді. Оның бірі қазақ, бірі қырғыз. Арайлап атып келе жатқан таңға қарап тұрып, қазақ батыры үн қатты. Арайлап атқан таң, саған жалынамын. Жаратқан тәңірім, саған жалбарынамын. Тек мен дұшпанның қылышы басымды кесер деп өкінбеймін. Өлімнен қорықпаймын. Менің өкінішім, менің қайғым батысқа қарай көшіп бара жатқан қалың елім. Солар ұзап кете алмады. Қандыбалақ жаудың қылышы солардың мойнына түсе ме деп қорқамын. Соған өкінемін. Сондықтан жалбарынам. Денемді жау таптап өткенше мені тасқа айналдыр. Бөгет жаса мына қанішерлердің жолына менің денемнен. Бұл сөздерді естіген қырғыз батыры орнынан қарғып тұрып қазақтың қасына келді. Қолын соның иығына салып тұрып, мен де осыны тіледім тәңірден деді. Денеңді ширақ ұста онда, деді қазақ. Қол ұстасқан қос батырдың денелері құрысып, бірте-бірте тасқа айналып бара жатты. Олар қанша қиналса да тіс жарып үн шығарған жоқ. Сол тік тұрған күйі тасқа айналды. Содан соң асуда қирап жатқан қазақ пен қырғыздардың өлі денелері түгел тасқа айнала бастады. Ал жау сарбаздарының денесі сол күйінде іріп-шіріп қала берді. Осылай әп-сәтте бүкіл асу тас мүсінге айналды да кетті. Қазақ пен қырғыз батырының денесі осы тау қыраттарындағы ең биік шоқыға айналды. Алыстан қарағанда олар таудың ең биік жеріне қатар жерленген қос батырдың моласы сияқты болып көрініп тұрды. Неше күннен бергі шайқастың куәсі болып жатқан мына асудың көз алдарында адам түгілі аң өте алмайтын жартасты биік қамалға айналғанын көргенде, жау қолы үрейі ұшып кейін қарай қашты. Ана тұрған Қосмола шоқысы туралы осындай аңыз бар. Сол 2 шоқы 2 елдің алып ұлдары шығар. Немесе сол шоқының түбінде бір заманда жаужүрек 2 батыр жерленген болар. Не болғанда да сол шоқы қатар жатқан 2 елдің достығының, бірлігінің, елдігінің куәсі. Тізе қоса қимыл жасағанда беті қайтпас жау жоқ, соның куәсі. Ал сол достыққа, сол бірлікке қайшы келер қимылдың аяғының неге әкеліп соққанын өз көздеріңмен көріп тұрсыңдар. 1-2 жел өкпенің жел беруінің кесірі 2 елдің арасына шоқ түсіріп, кең даланы қаптаған өртке айналдырып жібере жаздады. Мына жатқан 2 ардақ сол әбестіктің куәсі. Менің бұлардың денесі қазығұртқа бірге жерленсін дегендегі айтарым, айқасқан білек ажыраспасын, достық құшақ жазылмасын. Ана тұрған Қосмола ерте замандағы достықтың куәсі болса, бұл екеуінің моласы келесі ұрпаққа үлгі болсын. Шалыс басқан қадам шатаққа ұрындырады. Осы есте болсын ағайын. Төле би сөзін бітіріп, Қосмолаға және бір қарады. 2 жақта үнсіз. Әлгіндегі елпелектеп жүргендердің де үні өшкен. Айту келіп, маңдайын Төле бидің көкірегіне сүйеді.
Төле оның қолын арқасына салып тұрып соңғы сөзін айтты. Шешім осы, бітім де осы. Екеуін ақ жауып арулап қоямыз. Айнала төңіректегі елге түгел хабар беріңдер. Қазығұрттың етегіне жиналсын. Хабаршылар жан-жаққа қарай шауып бара жатты. Соңы. Повесть аңыздың авторы Қалаубек Тұрсынқұлов. Құрметті кітап сүйер тыңдарман, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір жазыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.